Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар, құрметті көрермен, жағдайларыңыз жақсы ма? Түнгі эфир сіздермен. Иә, осындай кішігірім видео түсіріп жүрейін деген Құдар алдында. Ночная болталка деген сияқты ғой. Айтпақшы, мен мұнысынан брекеттерім туралы кішігірім жаңалықтар айтайын деп отырмын. Брекетімді жақында аламын. Осындағы сілекейді ойлап қалмаңыздар, неғай резинка ғой. Көрмей жатыр ғой, резинка ғой. Резинка. Ластик деп атайды оны. Ол не үшін керек болды? Андай үшін керек қой. Тістер бір-біріне жақындап, ровно болу үшін тартып қоясың ғой. Әр тамақ сайын аласың, тамақ біткен соң қайтып аяқ қоясың, іліп қоясың, тартып қоясың. Айтпақшы, мен брекетім жақында алынады, бір аптада Құдай қаласа. Результаты мынау. Жаман емес, одан кейін не салдым ғой, имплант салдым ғой, өткенде естеріңізде ма? Жақында имплант салам деп отырдым ғой. Сол наконец-то салдым. Бір ай болды ма, болған жоқ па? Болған жоқ әлі. Қайсы мынау ғой? Сәл қимылдап тұр. Врач айтты, қимылдайды деді. Бір-екі рет қадырамыз, содан кейін тоқтайды деді. Сәл қисайыңқырап тұр қазір. Одан кейін ар беттегі, мына жердегі асудческеде бір имплант салдым. Өте қымбат тұрады негізі. Әрқайсысы 250 мың теңге тұрады. Енді 500 мың теңге кетті, екі тіске. Былай қарасаң арзымайтын сияқты, бірақ негізі мынау екінаттың болған. Алдық негізі арзиды ғой. Стоит того дейміз ба. Тісің әдем болып қалады. Қараңғыда сөйлей берсем ұрыспайсыздар ма? Сол. Жақында алдырам Құдай қаласа брекеттен құтыламыз енді. Құтылғанда құтыламын деп айтпай қойшы, өйткені үйреніп қалдыңша брекетпен өмір сүру. Алдыңғы тістерді мен суреттерін көрдім. Мен алдыңғы суреттерім бар ғой. Енді ушсыз ғой көздегілер. Қазір қайда жақсы. Шашым жалбырап кетті ғой. Жақсы болып қалды. Тісім жақсы болып қалды негізі. Бұнғыдан қайда жақсы болып қалды. Ақшасын есептесең, тіске қанша кетті деп сұрайтын болсаңыздар. Тіске миллион кетті ғой негізі. 1 миллион кетті деп айтуға болады. Мұнда что-то жаман болып тұрған ол камера ше. 1 миллион кетті деп айтуға болады. Өйткені есептейіккен брекетті 600 мың теңге істетін. Асты-үсті 300-600 мың болады екен. Неге ондай қымбат деп сұрадым мен енді. 50 мыңнан, 60 мыңнан, 70-80 мың, 150 мыңнан толып тұр ғой дедім. Сөйтсем ол біріншіден сіздің жасыңыз келіп қалған. Істеу қиындау болады деді енді. Одан кейін тісіңіздің, әр тістің қисықтығының деңгейіне де қарайды екен ғой. Сәл бөлек шамалы ғана қисық болса, оны арзандау қояды. Жұмысының ірілігіне қарайды ғой айтқанда, объем работаға қарайды екен ғой. Сол мен былай изучать етіп көргеннен кейін сондай баға қойды ғой. 600 мың есептейік, 600 мың құр брекетке. Бір жақсы жер сол бүкіл материал, бәрі соның ішіне кіреді ғой. Мысалға, біреулер болады, арзанға орнатады да, бірақ әр барған сайын, мысалға, бір брекеті сынып қалса, бір нәрсе болып қалса, әр барған сайын ақша төлейсің ғой, дұрыс па, әр жұмысына. Ал менде полный төлем қойғаннан кейін тек қана тегін істейсің болды. Төлем қойғаннан кейін полный пластиктер, жаңа резинкалар ғой, резинка. Әр барған сайын тегін береді. Щеткалар, мұнша дәрілер, қызмет көрсету жақсы енді. Шымкент қаласында ғой. Рекламалап атын айтпай қосылайын. Рекламаға мұқтаж емес олар.
өте жақсы клиника ғой, стоматологиялық. Сол енді есептейік, 600 мың теңге проектке кетті ма, жаңағы 500 мың теңге, 250-250-ден 500 мың теңге екі имплант тіске кетті ма, екеуін қосасындағыны, сонымен 1 миллион 100 болды ма, қанша болды? Барып келу ақшаларын есептегенде тамағыңнан басқа 1,5 миллион кетті деп айтуға болатын шығар деп ойлаймын ше. Айтқан кезде бір ауызға 1 миллион астам ақша кетіп тұр ғой. Енді білмеймін, енді біреулер айтатын шығар, абсурд қой, не керек бар деп ше. Бірақ өзім өкінбеймін. Өйткені енді мен өзім үшін ғой, біреу үшін емес, аяудың керегі жоқ өзіңнен. Сол сіздерге соны бір жаңалық бөлісіп қойайын деп шыққан ғой түнгі эфирге. Үйде ешкім жоқтың үстіне бәрі жан-жаққа тарап кетті. Жаңа видеоны негізі ертерек түсіремін деп ойлаған едім. Мен кейде ойлаймын бар ғой, менің видео түсіруіме бүкіл әлем қарсы сияқты маған бір нәрсе ше. Енді видео түсіре жатсаң бір нәрсе болады, бір нәрсе біреу келіп қалады. Жаңа сондай ғой, тамағымды істеп, үйде ешкім жоқ енді. Қыдырып кетті бер жағаға. Тамағымды істеп, жейін деп жатсам, бір әншек сондайды ғой, келасың, үйіңізге бір деп ше. Енді келатқан адамға жоқ келмеш деп айтамайсың ғой. Сөйтіп келді, сөйтіп әңгімелестік, жақсы шықты ғой негізі. Ол кісінің ойында ештеңе жоқ қой. Әңгімелестік, сөйтіп тағы досым келді. Юра деген көршімше. Екеуі әңгімелесіп отырып кетті, сонымен түннің бір уақыты 12-де дейін отырды. Қазір енді кие тұрып намазын, оларды шығарып салып намазымды оқып, қазір жатқан жерім осы ғой. Наконец-то деп. Кешігірім сіздерге видео түсіріп қойшы деген оймен шыққаным еді. Қалай ілгім деп қарасаңдар шына. Қазір мынау астына айдек енді іліп қойған ғой. Өйткені анау сәл шығын қойып тұрады, бір-біріне бүйтіп тию керек қой. Бір-біріне сөйлеген сайын бүйтіп ауыз ашқан сайын бір-біріне тартып, түнге ұйықтап жатқан кезде жатасыға түнімен жатады ғой енді. Күндіз бойы жүресің, ертең қана тамақ ішкен кезде ашасың да қайтып жағып қоясың, сразу тісіңді сразу жұп-жұп аласың дағыны, тазалап бүкіт сақ қоясың. Естіліп бар ма? Осындай. Сол. Әжіпті префиктің результаты осы болып тұр енді. Тісім енді қаншалықты көңілім толды ма, толмады ма болғанда. Енді 100% зор бола қоймайды әрине. Өйткені басында қисық болған тістер енді прям кинологдай боласың дейді, кинодағыдай ше. Бірақ нормально, жақсы. Бұрын күлуге ыңғайсызданатын едім бұрындары. Өйткені тісімді, қазір ерінбесем бір-екі тістерімді монтаж барысында ұмытып кетпесем бар, бұрынғы бір-екі күліп тұрған тістерім бар. До брекетке дейінгі күліп тұрған бір-екі суреттерім бар еді, соларды салып жүрсем, егер ұялмасам ше. Сол до и после ерінсем салмайым бар. Оны іздеу керек қой суреттерді. Өзім көрдім қоса суреттерді жа. Кәдімгідей бұрынғы тісім енді ужас болған екен ғой. Действительно ұялатындай бар екен ғой. Күлетінім ойды аузым жауып ше. Әжібізді аузымды ашып күнеуге тырысатын едім. Қазір енді нормально ғой. Көп адамдардың тісінен тәуір болып қалдырды. Деп тұра бересің. Нормально. Сәл ортасы сәл тісін көп тұрған бар ғой, бірегіндай имплант ше. Ол сәл бүйтіп тұру, сәл жерге бүйтіп тұру өйткені. Түбі сәл жұмсап тұрған екен бүйтіп тұрды. Ертең оны түбін қатырып қайтып, сонымен бірдей қояды ғана тіспен. Алармен, сонымен бітеді қошым. Бірегіт алынады құдай қылса. Сөйтіп имплант болмай мақталып қатаяды. Сонымен бітті құдай қылса. Тіс мәселесі жабылады ғой, иншалла. Аллахтың
голливудская улыбка боласыңыз деп жүре бересің. Hey, hey, how are you? What's up? деп қойып жүре бересің. Айтпақшы, мен өткенде Бітірбас деген қала бар ғой, қалашың бар өзі. Түркістан облысында. Сол жерде мен өзім ағылшын тілінің мұғалімін ғой, білесіздер ғой. Ағылшын тілінің мұғалімдерінің облыстық съезі болды ғой. Алғашқы съезі ғой. Бірінші съезді қойды дедім. Сол кезде мені мықты мұғалімдер шақырады енді ғой. Екі әріптесіміз болып бардық. Сол арнайы шақырған екен. Сол жүрдік қой, мен шетел ағылшын, Америкадан келген, Нидерландыдан келген, Нигерия ма қайық, сол жақтан келген сондай шетелдіктер ағылшынша өздерінше выступать етті. Әңгімелесіп, концерт болды, живой концерт сөйтсе, бір-екі әндер айтылды, biленді. Енді бағдарламалар неше түрлі жаңа жобалар таныстырылды, марапаттар, классика ғой. Марапаттар берілді кейбір әріптестерімізге. Біз ғана көріп отырдық енді. Сөйтіп соңында жаңағы Джошуа мен қара нәсілді кісі, есімі Джошуа мен танысып, сөйлесіп, сөйлеуге қатысып. Тағы да ақ нәсілді Нидерландылық қазақша біледі екен, атын қалдымақшы. Сол кісімен сөйлескенбіз, әңгімелестік. Онда кейін қара нәсілді американдық, таза американдық қыз. Сол кісімен тұрмыстық сөйлесіп алдық қой. Сөйлескенбіз, шығып баратсам, өзіміздің әріптестер болып сөйлескенбіз деп отырсам, бір жігіт ассалаумағалейкум деп амандасып отырды. Я уағалейкумассалам. Сіз блогер емессіз деп қояды маған бір смех азын. Жоқ, блогер емессің дедім енді. Жоқ, сіз ана бір ютубта қалаласы бір каналында жүргізбейсіз ба деді. Я десем. Сол көретін емін деп қояды. Я күткізін ғой. Есімі Саматым бар ғой, егер сол көріп атқан болсаң, сәлем. Ассалаумағалейкум деп қойын соған. Бір-екі сөздер айттық бір-бірімізге, қалайсың анам деп жағдай сұрасып. Танысып бір көрмедікше есімін сұрамадым ғой. Или таныстық па, или сөзде сумбурный жағдай болғанда кейін есіне шығып кетті. Анамен сүріп кетсіп, мынамен сүріп кетсіп, анамен амандасып, мынамен қоштасып отқан кезде сөйтіп не қалдық қой көршім. Өйтіп жатқан кезде, может, есімін ұмытып қалдым ба деймін, или сұрамадым ба. Әйтеуір сөйткестік, бірақ әйтеуір тұрған телефонда. Сол айтып қойын дегім, өмірімде бірінші мен танып отыр қошым. Ютубта видео сала бастағалды. Бір жағынан приятно, бір жағынан что-то yok десін. Әсіресе блогерсіз батайын кезде, қойшы қандай блогер. Іштей күлгесін қойсесің. Соны айтып қойын деген бір сондай бір көңілді жағдай болып еді. Сол бауырыма егер көріп отқан болсаң, сәлем айтып қойын саған. Ассалаумағалейкум. Аман бол, бауырым. Егер чиса добрый жігіт деген. Отбасың аман болсын, аман бол, қайықта жүрсең де жақсы жүр. Лайк басып қой. Сол енді бір кішігірім мотивация болды, сол кездесу маған. Сондықтан айтып қойын деген. Оның үстіне сол видео ертең сол распаковка түсіремін деген ойда жүрмін қазір. Өткенде DJI камера алдым деп қой, жаңа экшн камера, соны енді түсірем ертең құдай қаласа. Сол бүгін жатар кезде кішігірім істермен эфирге шықпайын деген едім. Сол алдын ала кішігірім подогрев дейміз, апогрев деймі дейді. Подогреть интерес деп айтып қойған жүр. Подогреть интерес дегізіп қойын деген кішігірім. Болыпты, бауырлар, айналайындар сіздерге. Кішігірім видео түсіруге әрқашан дайынмын ғой. Кейде уақыт бола бермейді енді. Енді хобби канал ғой. Хобби канал болған екен енді. Үнемі сонымен айналысу уақыт бола бермейді. Сол о кісіге айттым, сол өткенде танысқан кісіге. Хобби канал ғой деп жүрген. Қой, ұқтайын онда бауырлар. Сіздермен жолыққан ұқтайын, қуаныштымын. Барлықтарыңыз жағдайларыңыз
жақсы аман есен жүрген шығарсыздар деп үміттенемін. Бопты, ассаламу алейкум.